Қазақтың бір мақалы. Жарлы болсаң, арлы болма дейді. Ардан кеткен соң, тірі болып жүргені құрысын. Егер онысы шын болса, ардан кеткен соң, тіршіліктің несі қызық? Тағы бір мақалы. Қарның ашса, қаралы үйге шап дейді. Бұл сөзден не шықты? Аштыққа шыдамай, ұятты тастап, адамшылықты ұмытып, тіленшілікке бар дегені ме? Осындай сөздерді айтқанда, қазақ ар мен ұятты малдан төмен қойғаны ма? Егер адам арын сатып, мал тапса, сол олжа ма? Жоқ, ондай мал арам мал. Адам баласының ең жаманы талапсыз. Талақ қылса, ұятты сақтай отырып та, адал еңбекпен де күн көруге болады. Егер ардан безіп, ұяттан айырылса, адам хайуаннан несі артық? Мал табамын деп жүріп, адамдығын жоғалтса, ондай тіршіліктің не қадірі бар? Ар, адам баласының ең қымбат қасиеті. Арын сақтаған адам, шын адам. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса, тән жанға қонақ үй бола алмайды. Һәм өзі өспейді, қуат таппайды. Біреуі білсем екен дейді. Не көрсе соған талпынып, жалт қарап, ұмтылып, ол не, бұл не деп, ол неге үйтеді, бұл неге бүйтеді деп, көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап, тыныштық көрмейді. Мұның бәрі жан құмары. Білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген, дүниенің көрінген һәм көрінбеген сырым түгелдеп, ең болмаса денелеп білмесе, адамдықтың орны болмайды. Ол үшін жанның құмарын тәрбиелеу керек. Егер жас күнінде баланың білсем деген талабын тоқтатпай, қайта қолдап отырса, ол адам болып өседі. Егер баланың білуге деген ынтасын өшіріп, тек ішіп жеуге ғана үйретсе, онда ол хайуан деңгейінде қалады. Адам баласы ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озады. Одан басқа нәрсемен оздым ғой демектің бәрі ақымақтық. Осы қазақтың баласының ақылға салғанда, бірінің біріне қаскүнем болатұғыны қалай? Біреуі болыс, біреуі би, біреуі бай болсам дейді. Бірақ сол болыс болғаны, би болғаны, бай болғаны, елге пайда келтіру үшін емес, өз пайдасы үшін. Бірі қызметке таласады, бірі атаққа таласады. Бірақ әділ болайын, халыққа пайда тигізейін деген ой аз. Пара алып, бірінің сөзін сөйлеп, бірін жәбірлейді. Осындай мінез елді бұзады. Қазақтың тағы бір мінезі, бірін-бірі күндеу. Біреу озса, соған сүйсінудің орнына қызғанады. Өз еңбегімен озудың орнына озғанды сүріндіруге тырысады. Осындайда елдің бірлігі қайдан болсын? Бірлік жоқ жерде береке жоқ. Береке жоқ жерде тірлік жоқ. Адам баласы мансап үшін емес, адамшылық үшін өмір сүруі керек. Әділет пен ынсап жоғалса, ел ілгері баспайды. Осы мен қазаққа не қылдым деп ойланамын. Қайғысыз ұйқы ұйықтатып, қайырусыз жылқы бақтырдым ба? Жоқ. Малын көбейттім бе? Жоқ. Білім үйреттім бе? Оны да айта алмаймын. Қазақтың өзі де бір-біріне не қылып жүр? Бірі-бірін аңдиды, бірі-біріне дұшпан болады. Пайдасы тимесе жақсылық ойламайды. Біреуі байыса көре алмайды, біреуі осса сүйсінбейді. Қазақтың мінезі бос мақтан. Еш пайдасыз, орымсыз мақтанға үйір. Біреудің кемшілігін көрсе, соны көбейтіп айтады. Өзінің кемшілігін көргісі келмейді. Еңбексіз мал іздейді. Қулықпен, сұмдықпен табылған малдың баянды болмайтынын ойламайды. Адал еңбек, таза ниет дегенді аз ойлайды. Менің айтқан сөзім кімге жетеді? Кім тыңдайды? Оны да білмеймін. Бірақ айтпай тұра алмаймын. Ел түзелсін десек, әркім өз мінезін түзесін. Өз бойындағы жалқаулықты, күншілдікті, мақтаншақтықты тастасын. Адам болам десең, өзіңе есеп бер. Күніңді қалай өткіздің, не үйрендің, не жақсылық қылдың, соны ойла. Біреулер Құдайдан бала тілейді. Ол баланы не қылайын деп тілейді. Өлсем орнымды бассын дейді. Артымнан Құран оқысын дейді. Мал мүлкімді шашпай ұстасын дейді. Осы тілектің бәрі өз қамы. Баланың қамы емес.
Бала ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды таниды дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Баланы оқытамын деп молдаға береді, бірақ сол молданың өзі не оқытып жүргенін білмейді. Балам оқысын дейді, бірақ не үшін оқысын, неге оқысын, соны ойламайды. Біреу баласын бай болсын деп оқытады, біреу мансапты болсын деп оқытады, біреу елге беделді болсын дейді, бірақ адам болсын деп оқытатын аз. Адам болу, бай болудан қиын. Адам болу үшін ақыл, ғылым, ар, мінез керек. Егер балаға осы 4 нәрсені үйретпесең, құр мал мен мансаптың соңына салсаң, ол шын адам болмайды. Ата-ананың баласына берер ең үлкен тәрбиесі адалдық, еңбекқорлық, білімге құштарлық. Бала ата-ананың айнасы. Қандай тәрбие берсең, сондай адам өседі.